Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымызға оқулық дәптерлерімізді шығарып дайындалайық. Сабағымыздың тақырыбы лепті сөйлем. Бүгінгі сабақ мақсаты: мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайсыздар, лепті сөйлемдер құрап жаза аласыздар. Балалар, олай болса дәптерімізді ашып, екі жол қалдырып, бүгінгі күнді және сынып жұмысын жазайық. 30 қараша сынып жұмысы. Қазір көркем жазу айдары, сондықтан мынау берілген үш сөзді әдемілеп, жазу емлесіне сәйкес әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып жазып алыңыздар. Қазан, қараша, желтоқсан. Ай атауларын әдемілеп тұрып дәптерге жазамыз. Енді балалар, оқулықтарымыздың 101 бетін ашып, бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Менің елім алып ел, бар ғой онда бәрі дер. Өзен де бар, көл де бар, теңіз де бар, шөл де бар. Дөңес те бар, тау да бар, бақша да бар, бау да бар. Орман да бар, қырат та бар. Шалғын да бар, бұлақ бар. Алуан құс пен аңы бар, алып елді танып ал. Балалар, тыныс белгілеріне назар аударайықшы. Өлең не туралы? Дұрыс айтасыңдар, өлең біздің еліміз туралы. Ал енді осы өлеңге ат қояйықшы. Өлеңге қандай ат қоюға болады? Жарайсыңдар, менің елім, немесе туған ел деп өлеңге ат қоя аламыз. Ал енді осының ішінен лепті сөйлемдерді табайықшы. Бар ғой онда бәрі, алып елді танып ал. Бұл сөйлемдердің соңында леп белгісі қойылғандықтан бұл лепті сөйлемдер. Лепті сөйлемдерді байқасаңыздар, мен көтеріңкі дауыспен айттым. Демек, лепті сөйлем адамның көңіл күйін, сезімін білдіреді екен. Лепті сөйлем аяқталған соң, леп белгісі қойылады. Бұны естен шығармайық. Және адамның көңіл күйі, сезімі әртүрлі болады. Ол мысалы қуану болуы мүмкін, өкіну, тілек, өтіну, таңдау, бұйыру, ұран, сескендіру. Міне осындай көңіл күйлерді білдіретін сөйлемдер болса, ол лепті сөйлемге жатады. Бұл сөздер көтеріңкі дауыспен оқылады. Яғни лепті сөйлем әрдайым көтеріңкі дауыспен оқылуы керек. Сөйлем бас әріптен жазылып, лепті сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады екен. Олай болса, тағы да қосымша ақпаратты бейнематериалдан қарап тамашалаңыздар. Дана, өткен сабақты қайталайық. Жарайды. Алина, тыныс белгілері дегеніміз не? Тыныс белгілері дегеніміз жазуға тән шартты белгілер жүйесі. Мынау тыныс белгілері. Тыныс белгілеріне нүкте, көп нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, үтір, сызықша, қос нүкте, нүктелі үтір, тырнақша, жақша жатады. Алена, лепті сөйлем дегеніміз не? Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем дейді. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Мысалы, сәлем, Зият. Бұл лепті сөйлем. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Жарайсың, Алена. Дана, тақырып дегеніміз не? Оны Зияттан сұрап көрейік. Сәлем, Зият. Тақырып дегеніміз не? Сәлем. Тақырып мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Мысалы, мына мәтіннің тақырыбы кірпі. Тірек сөздер дегеніміз мәтіннің құрылуына негіз болатын сөздер. Кірпі тақырыбындағы мәтінге қатысты тірек сөздер күз, іңғазу, төсек іздеу, жапырақтар, аунау, қадалу, алып келу, жұмсақ төсек. Мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжауға болады. Мәтіннің мазмұны кірпінің төсегі туралы екенін аңғарамыз. Түсінікті.
Көп рахмет, Зият. Сау бол. Сау бол, Зият. Сау болыңдар. Енді балалар, біз сіздермен ойын ойнаймыз. Тыныс белгісін тап ойыны. Қазір мен сөйлемдерді оқим, сіздер осында қандай тыныс белгі қойылу керек? Соны ауызша түрде айтыңыздар, жүре ме? Мейіржан жылы киінді. Тыныс белгісі. Маржан нешінші сыныпта оқиды? Екінші сөйлем тыныс белгісі қандай? Алақай, апам келе жатыр. Ал үшінші сөйлем соңына қандай тыныс белгісін қоямыз? Енді тексерейік. Мейіржан жылы киінді. Бұл хабарлы сөйлем, өйткені бұнда Мейіржанның жылы киінгені жайында хабарлап айтып тұр. Бұл сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Екінші, Маржан нешінші сыныпта оқиды? Бұл сұраулы сөйлем. Демек, сұраулы сөйлемнің соңында сұрақ белгісі қойылады. Себебі бұнда Маржанның нешінші сыныпта оқитыны жайында сұрап тұр. Жауап алу мақсатында айтылған сөйлем сұраулы сөйлем болып табылады. Үшінші сөйлемге назар аударайық. Алақай, апам келе жатыр. Әрине, бұл лепті сөйлем. Себебі бұнда апасының келе жатқанына қуануды білдіреді. Лепті сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Енді балалар, екінші жаттығуға назар аударайық. Табиғатқа не жатады? Осы суреттерді толықтыру керекпіз. Табиғатқа күн жатады, табиғатқа гүл жатады, табиғатқа бұлт жатады, табиғатқа тағы не жатады? Әрине шөп, жануар, су, тас және тағы басқа да заттар табиғатқа жатады. Енді осы сөздерді қатыстырып, балалар, дәптерлеріңізге сөйлем жазу керексіздер. Міне осы сөйлемдердің барлығы көтеріңкі дауыспен айтылып тұр. Демек, барлық сөйлемнің соңына леп белгісін қойып, көркем жазып алыңыздар. Ал енді сіздерге тапсырма. Үлкендермен таңертең, кеште кездескенде айтылатын сөйлемдердің лепті сөйлем екенін дәлелдеу керексіздер. Бұл тапсырманы жаңағы екінші жаттығудың астына орындай беріңіздер. Бірінші сөйлемді жазып аласыздар. Қайырлы таң, ата. Кеш жарық, әке. Бұнда екі сөйлем. Сосын астына екі сөйлемнің неге лепті сөйлем екенін дәлелдеп, екі сөйлеммен жазасыздар. Бұл лепті сөйлем, өйткені, міне екі бағыттаушы сызықты көрсету арқылы екі дәлелді келтіріп жазасыздар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс білдірейік. Егер сіздерге сабақ түсінікті болса, бірінші белгіні, сабақ түсініксіз болса, екінші белгіні маған көрсетіп жіберіңіздер. Үй жұмысы оқулығымыздағы 102-ші бетте 4-ші жаттығу. Жазбаша түрде орындап, жаңағы сынып жұмысындағы тапсырмалармен бірге маған кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар. Және де келесі сабаққа ереже жаттап келесіздер. Ереже оқулығымыздың 102-ші бетінде лепті сөйлем туралы ереже бар. Соны жаттайсыздар. Сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.